Достар, бүгінгі видеода Instagram парақшаңызда сіз қажетсіз деп тапқан немесе уақытша қажетсіз деп тапқан постыңызды мұрағаттауды үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті постыңызды таңдап, мәзір батырмасына кіріп, мұрағаттау деген ең бірінші бөлімді бассаңыз, сіздің постыңыз мұрағатталады. Яғни сіздің профиліңізден уақытша өшіріледі. Яғни сіздің профиліңізде ол пост көрсетілмейді. Мұрағатталған посттар сіздің профиліңіздің үстіңгі жақ хедер бөлімінде орналасады. Осы жерден барлық мұрағатталған посттарыңызды, видеоларыңызды, фотоларыңызды таба аласыз. Егер де қандай да бір ақпаратыңызды дұрыстап және қайтадан мұрағатталған постты орнына әкелу үшін меню бөліміне кіріп, профилде қайтадан көрсету батырмасын басасыз. Ең бірінші батырманы. Мұрағатталған ақпаратыңыз қайтадан профиліңізге келіп түседі. Бұл функцияның артықшылығы сізге қажетті немесе қажетсіз посттарды уақытша мұрағаттауға мүмкіндік береді. Видео ұнаса, міндетті түрде достар бөлісіңіздер және каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.